Сәлеметсіздер ме, құрметті балалар, құрметті аналар. Бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз астейник балаларының тәрбиесіндегі ерекшеліктер. Жалпы астейник ұғымы нені білдіреді? Астейник ұғымы грек тілінен алғанда импотент деген мағынаны білдіреді. Яғни жүйке жүйесінің әлсіздігі, организмнің психопатологиялық жағдайы. Сырттан қарағанда астейник балалар өте тамаша, керемет бала болып көрінеді. Медициналық тұрғыдан алған кезде астейниктердің 4 түрі белгілі. Ол нейропсихиатриялық жағдайы, астейникалық жағдайы, созылмалы шаршау, сонымен қатар астейникалық реакция болып 4 түрлі медициналық белгілері бар. Сол себепті жаны нәзік, жараланғыш адамды бақытты етіп тәрбиелеу барысында ата-ана өте жұмсақ тәртіп барысын, өте жұмсақ тәрбие барысын таңдайды. Сонымен қатар астейник балалары бар ата-аналар қамқор, өте қамқор, баласының дамуында жауапкершілікті болып келеді. Сонымен қатар баласына көп көңіл бөледі, баласына асқан махаббатпен, мейіріммен, сүйіспеншілікпен қарайды және баланың мінезін жібектей етіп тәрбиелейді. Осы астейник балаларды тәрбиелегенде ұстанатын ата-аналардың 10 қағидасы бар. Сол 10 қағида туралы басты атап өтсек. Бірінші, астейник балалардың негізгі ішкі әлемі өте бай болып келеді. Яғни олар фантазия құрғыш, өзінің қиялына, ойына, арманына ерік беретін, шексіз қиялдағыш балалар болып келеді. Наоборот, олардың қиялын тежемей, олардың қиялына бөгет жасамай, оның қиялы арқылы, фантазиясы арқылы оның қызығушылығын одан әрі дамытуға болады. Екінші, астейник баланың тұлғасын толық қабылдай білу керек. То есть оның Алланың берген сондай жаратылысын қалай бары солай қабылдау керек. Одан ешқандай бір ерлік жасаудың, қандай да бір үлкен жетістік талап етудің ешқандай қажеті жоқ. Өзі қорқақ, ұялшақ, нәзік, дер кезінде шешім айта алмайтын, былайша айтқанда томаға тұйық дейміз ғой қазақша айтқанда. Баладан үнемі қандай да бір жетістік күтудің қажеті жоқ. Есесіне ол балалар іші ауырғыш келеді, жиі іші ауырғыш келеді, тез салқындап қалғыш болады және тез ренжігіш болады. Бұндай баланың тұлғасын қалыптастыруда ата-анаға тек қана сабырлық керек. Үшінші, астейник балалардың салауатты өмір салтын дұрыс ұстану керек және астейник балалардың диетасын міндетті түрде қадағалап отыру керек. Оның қандай тамақ жейтініне көп көңіл бөлу керек. Оның физикалық, психологиялық, интеллектуалды күйзелістерін дозалау керек. Яғни шектен тыс қуанып кетпей, шектен тыс ренжіп қалмай, шектен тыс көп физикалық күш салмауы керек. Және оңай пайда болатын шаршаулардан жиі үзіліс алып отыру керек. Төртінші, ол баланың самооценкасымен дұрыс жұмыс жасау керек. Яғни ата-ана үнемі баласына мақтау сөз айтып отыру керек. Шектен тыс мақтаудың қажеті жоқ. Сол себептен баланың өзінің жеткен жетістігіне, жасаған жұмысына қарай мақтау сөз айтып қойсаңыз болғаны. Және балаға өз кемшіліктерін тура қабылдатып үйрету керек. Себебі астейник бала ол қадағалауды жүйелі түрде, мотивацияны өте қажет ететін балалар. Былайша айтқанда ерекше балалар деп айтамыз ғой. Бесінші, балаға сіздің үнемі қолдауыңыз ауадай қажет. Сол себепті баланы қандай жағдай болмасын, мейлі ол жаман қылық көрсетсін, сізге жақсы қылық көрсетсін, оған үнемі тек қана қолдауыңыз қажет болады.
Алтыншы, оны әлемге деген сенімділігін арттыру, яғни жалпылама алғанда қоршаған ортасына, айналасына, қандай да бір объектіге, қоғамға дұрыс көзқарас қалыптастыру, ол ата-ананың жауапкершілігінде жатады. Яғни өзінің қорқынышы мен әлсіздігін, айналасына деген сенімділігін бірдей баланста ұстауды ата-ана үйретуі керек. Әлемге деген қорқынышын, өзінің ішіндегі қорқынышын одан ары дамытудың қажеті жоқ. Яғни баланың ішіндегі мазасыздық оның астеник балалардың өмірдегі тұрақты серігі болып алған. Соны жеңуде, баланың іштегі мазасыздығын жеңуде ата-ананың тек қана поддержкасы керек, қолдауы керек, ата-ананың балаға деген сенімділігі керек. Жетінші, ата-ананың балаға деген ұсынысын қатаңдату керек. Яғни оның күші бар ма, жоқ па, соны қадағалау керек. Астеник балалар ата-анасының ұсынысына келгенде өте сезімтал болады. Сол себепті ата-ана өзіңіздің ұсынысыңыз балаға оң және теріс болуы баланың сезімталдылығына байланысты. Астеникалық баланың алдында оның денсаулығына қатысты қорқынышты жайттарды айтудың қажеті жоқ. Ол баланың іштей алаңдаушылықты, мазасыздықты тудырады. Және 8-ші, ол шектен тыс қамқорлық жасаудың қажеті жоқ. Шектен тыс қамқорлық көрсетпей, есесіне жеткен жетістігіне қарай қолдау, мақтау деген сияқты, одан артығы керек емес балаға. Әсіресе осындай ерекше астеник балалар болса. Әрине, әрбір ата-ана қандай бала болмасын, оған ерекше көңілмен қарайды. Сол себепті оның эмоциялары мен өзінің әлсіз тұстарына дұрыс мотивация беріп, дұрыс эмоция сыйлау керек. Шамадан тыс қамқорлық баланың мазасыздығын одан әрі күшейтіп жіберуі мүмкін. Сол себептен өзіне тәуелді екенін ғана айтып түсіндіру керек. Тек қана өзіне тәуелді, басқа ешкімге тәуелсіз болуын қадағалау керек. 9-шы, айтып өткендей, ешкімге, яғни айналасына, қандай да бір басқа жеке тұлғаға тәуелсіз болуын үйрету керек. Яғни астеникалық бала тәуелсіз болу үшін оған мотивация ретінде жоқ деген сөзді айтып үйрету қажет. Қандай да бір жағдай туындаған кезде ол іштегі қорқынышы мен үрейіне бой беріп, жоқ деп айта алмаса, иә деген ишарамен білдіріп қою мүмкін. Сол себепті жоқ деген ишараны, жоқ деген сөзді дұрыс айтуды қалыптастыру керек. 10-шы, баланың психикасын үнемі нығайтып отыру керек. Яғни астеник балалардың психологиясымен үнемі 24/7 жұмыс жасап отыру керек. Яғни баланың техникалық, психикалық тұрақты дамуына отбасы мүшелері барлығы атсалысу керек. Сонымен қатар отбасы мүшелері оның жанының нәзіктігіне дұрыс көмектесу керек, және оның табиғатын қалай бар, солай дұрыс қабылдауды үйрену керек. Сонымен қатар отбасы мүшелерінен астеник балалар үнемі түсіністікпен қолдауды талап етеді, соны қалайды. Астеник бала өзіне орасан зор мүмкіндіктер туады. Егер баланы дұрыс түсініп, дұрыс қолдай білсе, ода өте үлкен мүмкіндіктер туындауы мүмкін, оны өз қалауынша іске асыра алуы мүмкін.